Осы оқиғаны естігеніме көп бола қоймады. Мұндай да болады екен ол деген таңданысымды да жасырмаймын. Өмірде түрлі жағдай болып жатады, бірақ мұның жөні бір бөлек еді. Гүлсім келін болып түскелі ене де, ата да дән риза. Әке шешенің разылығын көрген ұлдың да қуанышы болар. Шымың-жымың етіп қояды. Жақсы жермен құда болған бұлардың алаңдаулы көңілдері орнына түскен, жайланған. Дегенмен отанасының күпті болғанына бірнеше жыл. Тұңғышы құмардың әлі бір жаман неменің есін еске алмай жүргені ана жүрегін неге мазаламасын. Келіні Рәзияда іштей тынып, мұңын сыртқа көрсетпеуге бейіл болып алған. Бірақ ананың аты ана, қанша сездірмеймін дегенімен келіннің қиналып жүргені оған да оңай тиіп жүрген жоқ. Әсіресе көрші ауылдағы күйеуі қайтыс болған жас келіннің баласында ойы бар дегенді ауылдың әйелдерінен естіп, оған да алаңдайтын болды. Көшенің алып қашпа әңгімесі ме, әлде шындыққа жанысатын нәрсе ме, оған аса мән бермепті. Мүмкін онысы да дұрыс шешім болар. Рәзия мектепте мұғалім, құмар есепші болып, мекеменің бірінде қызмет етеді. Екеуі де қатарының алды болып, жоғары білім алған. Елдің бетке ұстар мамандары. Дос-жаран ортасында да қадірі жоғары. Ағайынның арасында да сыйластық орны бар. Тек сол бір шақалаққа қолдарының жетпей жүргені болмаса, қалғанының бәрі өз орнында. Екі келінін бір шаңырақ астында берекелі етіп ұстап отырған қара шаңыраққа қызығушылар көп-ақ. Арадан жылжып айлар өтіп жатты. Шаңырақтың әрі бұрынғыдан бетер ажарлана берді. Гүлсімнің перзентханадан шыққанына 10 шақты күн. Әлдейінің мұрны еміс-еміс демалғандай болып пыс-пыс етіп қояды. Онысына мәз-мейрам болған жас ана жанына енесі келгенде ғана күлкісін жиып алып ығысып орын берді. Қанша дегенмен тәрбие көрген қыз. Ене сыйлау дегенде шығарда жаны басқа. Енді байқаған екен. Апасының жүзі күндегідей емес, солыңқы тартқандай. Қасына асықпай жайланып отырған енесі әр сөзін өзіп-өзіп жеткізді. Соғыс, аштық, саяси қуғын-сүргін, собалаңын көрген Дәмеш ананың осыған дейін босаңсып айтар сөзіне қиналғанын осы үйге келін болғалы бірінші рет көріп тұр. Айналайын келінжан, бастарың әлі жас, Алланың берері тоқтамасын. Абысыныңның бір балаға зар болып жүргеніне де біршама уақыт болды. Мың жасағырдың пейілі таза, көңілі кіршіксіз. Осы кезге дейін қайнағаңмен әй-шәй дескен емес, бірін-бірі жақсы көріп қосылды. Амал қанша. Адам баласы әттеген айсыз болушы ма еді. Ортасында бір перзенттің болмағаны екеуінің ұнжырғасын түсіріп жүр. Қайтейін, Алланың бермесін тартып ала алмайсың ғой. Сен қарсы болмасаң, осы кішкентайды абысының ақисан қайтеді. Бөтен емессіңдер, оған сенен артық қарамаса, кем қарамас. Бұл тағдырда қойсаңшы. Ешкім сенен баланы тартып алғалы жатқан жоқ. Ойымды құп көрмесең, сағанда реніш жоқ. 9 ай 10 күн көтерген сәбиің деп, әншейінде айтар сөзін іркілмей тіке айтып салатын ененің мына дәрменсіздігі жас келінді де әбір жетіп тастады.